Туристік фильм «Оснада». Мен бұрынғы ата-бабам осындай зергер, қолөнермен айналысқан, дүкен ұстаған. Солардан менің бойымда да соның қаны бар. Айналып келіп осы дүкенге, зергерлікке алып келді. 2003 жылдан бастап осы қаламызда Қазақстанға белгілі Тасып Қалмырза деген зергер ағамыз бар. Соған шәкірт болып келдім. Содан бастап мен осы зергерлік өнер басталды. Жалпы қолөнердің ішіндегі ең сұлуы, ең нәзігі ғой. Бұған ата-бабамыз да өте үлкен мән берген зергерлік өнерге. Сақинамыз болсын, алқамыз, шолпы, шашбау, шекелік бәрінің өзінің тәрбиелік мән мағынасы бар. Зергерлік өнер деген өте жоғары бағаланған. Сол өнерді әлі осы күнге дейін жалғастырып келемін. Бірақ шеберханаға кіріп бір жүзік, сырға жасасаң, рухани кәдімгі айналадағы бүкіл тіршіліктен бәрінен үзіліп, жан рахатына бөленесің. Өйткені өз бұйымда бір баста ой жүреді, мынандай жұмыс жасасам деген. Соны алып қағазға түсіріп бастаған кезде өзі содан өзгертетін жерін өзгертіп, сызып, алып қосып жасап атқан кезде тағы одан да бөлек ойлар келеді, идея. Сонымен керемет жұмыстар шығады. Сен жасап атқан жұмысың, бүкіл ой, өрісің, бүкіл энергияң сол жасап атқан жұмысқа кеткеннен кейін ешқандай артық ой, артық мазаламайды, адам демалады. Енді жұмыс біткеннен кейін ол бүкіл істеу процесіндегі физический оймен шаршаудың бәрі жұмыс біткен кезде ұмытасың. Өйткені сен бір керемет жұмыс жасап шыққан кезде анаң көріп, қуанып, барлық нәрсені ұмытып, осындай жұмыс жасап шықтың деп қуанасың.